Сәлем достар, бүгін қарапайым пирог дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқа қантымызды салып араластырып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Араластырып, қамыр қопсытқышымызды алып, ұнымызға саламыз. Ұнымызды да қосып біркелкі маса шыққанша араластырып, үстіне соңында сүтімізді құйып, қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызды майлап, дайын қамырымызды құямыз. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пешімізге салып, 20 минутта дәмді пирогымызды пісіріп аламыз. Пирог өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.